Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге қарбыздан ерекше дәмді әрі шөліңізді басатын сусын дайындау жолын ұсынатын боламын. Алдымен қарбызымыздың дәнектерінен ажыратып, осындай бөліктерге бөліп дайындап алдым. Одан кейін бізге лимон қажет болады. Оның сыртын тазалап, ортасындағы сүйектерінен ажыратамыз. Себебі біз блендерден өткізу барысында қышқылтымды беруі мүмкін, сондықтан барлығын дәнектерінен ажыратып алатын боламыз. Сонымен қатар бізге жалбыз қажет болады және 1,5 литрлік сарыағаш газдалған сусын қажет. Барлығын осылай алдын ала дайындап аламыз. Өте қатты ыстықта келгенде бірден шөліңізді басатын керемет сусын міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Менің қарбызым өте қатты үлкен емес, сондықтан 1 лимон қосып жатырмын. Егер сіздің қарбызыңыз үлкен болса, 2 лимон қоссаңыздар да болады. Барлығын осындай блендерден өткізіп аламыз. Егер сізге мякты жұмсақ жері ұнамайтын болса, сүзгіден өткізіп алсаңыздар да болады. Мен өткізбеймін, барлығын осылай пайдаланатын боламын. Дәмі сондай ерекше әрі дәмді, жалбыз бен лимонның дәмі өте керемет дәм беретін болады. Достар, егер менің видеом ұнап жатырса, арнама тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Себебі менің арнамда өте көптеген пайдалы ақпараттар бар. Қарап көріп пайдалансаңыздар болады. Сарыағашымыздың барлығын құйып, жақсылап араластырамыз. Дайын болған сусынымызды енді графинімізге құямыз. Осы кезде графинімізге мұз салып жіберсеңіздер де болады, немесе жеке-жеке стакандарға салып құйсаңыздар да болады. Дәмі сондай ерекше, дәмді әрі шөліңізді басады. Керемет сусын міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер ұнап жатырған болса, арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сондай-ақ менің арнамда жазды күні шөлді басатын сусындардың түрі бар. Міндетті түрде жасап кәделеріңізге жаратыңыздар. Сіздермен болған Замира.